Сүйгені үшін түрмеге отырған қыз. Ол жігіттен басқа жан құрып қалды ма? Әй, 12 мүшесі сау еркек деген толып жүр ғой. Өлсем де ол соқырға сен қызды бермеймін деген. Анамның айғайына жылап, мен бөлмеме кетіп қалдым. Жақында ғана жасым 18-ден асты. Енді мен үлкен қызбын. Не жасағым келеді, оны өзім шешем. Анам мектеп кітапханасында жұмыс жасайды. Әкем мектепте технология пәнінен сабақ береді. Жағдайымыз жаман емес, біреуден кем, біреуден ілгері. Көгілдір экраннан бай әйелдерді жиі көретінім тағы бар. Болашақта бай болып, шалқып өмір сүргім келетін. Сол үшін де 14-15 жасымнан бастап сабақ емес, байлыққа тез жету жолын іздей бастадым. Әкем мен шешем ұрсып жүріп, мұғалімдік оқудың ақылы бөліміне түсірді. Үйде 5 ағайындымыз. Үлкені мен, қалғандары кіші. Ұл қызы аралас 4 бауырым бар. Тұңғыш немересі болғандықтан ба, атам менің сөзімді сөйлеп, ерке әрі қыңыр мінезді болдым. Әке шешемнің арқасында студент деген атым бар. Бірақ күнде көше қыдыру. Сұлулық деген қыздардың соры ғана дейтін сөздер маған, яки мен сияқтыларға арналған. Группаластардың ішінде байдың ерке тотайларына еліктеп, атамның зейнетақысын алатын мен олардан кем болмай, әзер дегенде ол қыздардың қатарына қосылдым. Байғұс анам ауылға барған сайын әбден ұрысса да басыма миы кіре қоймады. Атамын еркелеп жүріп, бар ақшасын сыпырып, онан қала берсе мал сатқызып, біраз ақшаны алып кетіп, бір айға жетпей жұмсап жіберетінмін. Ақшадан қиналған мен группадағы бай қыздардан тығылып түнгі клубта жұмыс жасауды жөн көрдім. Ел қызығатындай түрім бар, мүсінім де тартымды. Кез келген жерге барсам дереу жұмысқа қабылдайтын. Бай группаластарым бармайтын түнгі клубқа барып, даяшылық жұмысқа қабылданғанда қатты қуанғанымды жасыра алмадым. Ол жерде кафеге қарағанда жақсы төлейді. Бастапқы күннен ақ жігіттер жағы көз сүзіп тисе бастады. Алайда мен олардың біреуіне де қарамадым. Мен жұмысқа қабылдаған бастығыма есім кетті. Әрине, өзіне емес байлығына. Ол еркек менен 10 жасқа үлкен болса да, оның байлығы менің санамды жаулап алды. Үйленіп ажырасқаны да маған маңызды емес. Оның әйелі болсам, үлдемен бүлдеге оранып жүремін деген ой санамды әлдеқашан жаулап алған. Махаббат деген тек қана ақша дейтін маған өзге біреу соқыр жанға ғашық боласың десе, төбе шашым тік тұрып, ол адамды жерге тыққанша ұрсатыным анық. Сонымен мен сылаңдап бастығымның көзіне түсуді жоспарлап жүрдім. Шыны керек, оның қаншама мен деген көңілдестері жетелік, жұмысқа да сирек келеді. Барлық жұмыс ақшаны сенімді көмекшісі Бекзат деген администратор жігітке тапсырған. Жұмыста оны бәрі Бека дейтін, өзі сондай ашық әрі өте пысық жігіт. Десе де отбасылық жағдайы анау айтқандай керемет емес. Анасымен шұбырған бауырларын асырап, зыр жүгіріп жүрген нағыз еркектер едім. Бека мені алғаш көргенде ұнатып, сөйлей алмай, кібіртіктеп қалғаны бар. Оның сол сезімін пайдаланған мен Бекаға сәл-пәл үміт бергендей болып, бастық туралы оның қанша бизнесі бар екені жайлы сұрастырып біле бастадым. Менің клубта жүргенімді Бека қаламайтынын айтып, ара-тұра демалыс беріп жүрді. Мен оған ақша қатты қажет екенін айтып, жұмыстан кетпейтінімді айттым. Ол байғұс мені аяп ақша беріп жүрді. Алайда оның 5-10 тиынын менсінбей, оған еркелеп бір күнде 10 000 теңгесін қағып алып, бай группаластармен қаңғып, сол күні-ақ жаратып құртатынмын. Ол да ештеңе емес, одан сорақ іске бардым. Байғұс Беканы әбден пайдаланған мен бастықтың барлық жағдайына қанық болдым. Бастықтың соқыр інісі бар екенін естігенде таң қалдым. Ақшалары көп болса да, емдей алмағандары қызық екен деп ойладым. Ізімне жүгірген Бекаға мен сорлы обал жасап көз жасына қалдым. Ол бұлай болды. Тауықтың миындай миы жоқ мен өзімді соншалықты сұлу санап, жігіттің құшағына еркелей еніп, анау айтқандай төсек қатынас емес, жай құшақтасумен шектеліп, ол жігітті өзіме ынтықтырып, кассадан ақша ұрлай бастадым. Ғашықтықтан көзі соқыр болған Бека кассадан ұрланған ақшаны әрине менен көрмеді. Байғұс баладан ақша ұрлағанымен қоймай, тағы да сұрап алып, шалқып жүрдім. Бірде маған мынадай арам ой келді. Беканы ұры етіп көрсетіп, оның орнына өзімді администратор болғанымда бір сәт елестетіп, байғұс баланың түрмеге түсуіне көмектескен мен нағыз сатқын едім. Өзімді сонша сүйген жанды ұр еткен мен бақытты ғұмыр кешемін деп қатты қателесіппін.
Беканың сондағы аянышты түрі әлі де көз алдына кетер емес. Ақшаны мен ұрлағанымды сезген болу керек. Көздерін маған қадап, жүзіме қарай берді. Мен іштей мақсатыма жеттім деп қуанып тұрмын. Кейін іштегілерден Бека еш уақытта ақша ұрламайды, басқа біреу тұзақ құрған, байғұс балаға қиын болды дегендерді жиі естісем де ештеңе болмағандай жүрдім. Администратор боламын деген ойымның бәрі бекер еді. Кеше ғана келген маған администратор болу қайда? Менен өткен тірлікке пысық, неше жыл бойы жұмыс жасап жүргендер толып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, администраторлыққа басқа клубтан жасы үлкендеу қыз келді. Бәлкім бастықтың көңілдесі болар, нақты білмеймін. Ал мен сол жұмысымда жүре бердім. Бастық маған қарамақ түгіл, көз қырында салған жоқ. Ойлап едім, Бекадан құтылсам, администратор болсам, бастыққа сәлде болса жақындармын деп. Ол ойым орындалмады. Жоспарымның күл-талқан болғанына іштей налып жүрген кезінде Беканың анасы ішке келді. Ол күні бастық жоқ. Байғұс ананың түрін көріп, барлығы аяп кетті. Ішке кірген анасы бастық апаршы қызым деді. Алла мені сол әйелмен әдейі жолықтырғандай. Кешкі уақыт, жүзі сондай мұңды, қарт ана кіріп келді. Алдынан шыққанмен, апа тоқтаңыз, қайда барасыз дедім. Апа, бастықпен қанша кездескісі келсе де, бастық бұл кісіні көргісі келмейді екен. Бұл апа Беканың анасы екенін сөздерінен ұқтым. Байғұс балама жала жабылған, мен баламды білем, ол еш уақытта ақша ұрлаған емес. Жылап жіберген Беканың анасын іштей аядым. Қатты өкінгенім де рас. Бірақ шындықты айтуға болмайды. Ал Бекаға сенем. Ол мені сүйгендіктен менің ұры екенімді айтпайтынына сенімдімін. Ол жігіт қой, көп болса 5-6 жыл отырады. Өзімді солай жұбатып, Беканы ұмытуға тырыстым. Арада бір ай өтті. Бека 5-6 жылға емес, 9 жылға сотталды. Бастық адамдарын салып Беканы аямады. Әйтпесе, сондайда көп ақша емес, ал Беканың көрген күнін менде көретінімді білгенімде, әттең жазықсыз жанның көз жасына қалмас едім. Өзімді анау айтқандай онша кінәлі сезініп жүрмедім, өйткені бар ойым бастыққа қалай жақындаймын деген ой санамнан кетер емес. Түнгі клубта даяшы болған менің сабағым да нашарлады. Ақша беріп әйтеуір Беканың аузын басып жүрдім. Бірде бастық үйіне шағын жиын өткізетін болып, мені сол жерге даяшылық қызметке жіберді. Қасымда тағы қыз бар. Өте үлкен зәулім сарайға алғаш аяқ басуым. Жүрегім қобалжи кіріп келем. Үй қызметшісі үлкендеу әйел, күтіп алып қонақ бөлмені көрсетті. Дәретханаға барамын деген сылтаумен басқа бөлмелерге көз жүгірдім. Мынадай байлық санамды жаулап тесіп барады. Солай дәретханадан адасқан болып, абайсызда бір бөлмеге кіріп кеттім. Бек айтқандай, бастықтың соқыр інісін алғаш көрдім де, тұрған орнында қатып қалдым. Түрі сондай тартымда, денесіне күн тимеген әппақ, көздері соқыр демесең өте ерекше, қою қара қасты. Біреу келіп бұл соқыржан десе сенбейтін едім. Алғаш рет сол бір зағип жанға ғашық болдым. Ол адамның дыбысын естіген болу керек. Бұл кім деді? Есімді жия алмай тұрғанмен, мен кешке болатын жиынға келген даяшы едім, кешіріңіз, дәретханадан шыққан соң адасып кеттім дегенді кібіртіктеп әзер айттым. Ол қолына таяғын ұстап маған қарай жүріп келеді. Жүр, мен сол жаққа шыққалы жатқан едім деген сөзінің өзі қандай әдемі. Дереу есімді жиып, оның қолынан құшақтап алғанымды білмей қалдым. Онда сізді осылай ұстап жүрейін дедім. Ашуланды ма әлде өзін аянышты көрсеткісі келмеді ме? Мен өзім жүрем деді. Бұл сөздерге ыңғайсызданғанмен ақырын қолымды төмен қарай түсірген болып, қолынан бір сипап өттім. Ол мен тұрған жаққа сәл қарап жүруін жалғастырды. Ал мен болсам онымен танысқым келіп барады. Іштей ойлап қоям, бәлкім көзі көретін болса, менің сұлулығым оның жүрегін бірден жаулап алар еді деп. Тағы да өзімді аспандағы айға теңедім. Енді маған бастықтың да қажеті жоқ. Қалай болса да мен осы үйге жұмысқа тұруым керек. Әлгі соқыржанның қасында болсам, байлық та басқа да өздігінен келеді. Бәлкім кейіннен көзі көріп кетер. Қазір заман дамыған сайын жазылмайтын ауру жоқ. Сондай неше түрлі оймен басында қатырып жүріп, алдымнан шыққан Рашидке, яғни сол бір соқыр жігітке соқтығысып, екеуміз де жерге құладық. Абырой болғанда мен оның үстіне құлап, оның еш жері зақым алмады. Қорқып кеткенмен қайта-қайта кешірім сұрап жаттым. Ол күліп, тағы сенсің бе деді. Іштей сәл болса да, маған ашуланбай сөйлегеніне қуанып кеттім. Мені танып тұр, әрине даусымнан. Кешіріңіз деп тағы құшақтап ол жігітті орнынан тұрғыздым. Ол менің қолымнан ұстап,
тербелмелі диванға барып жайғасты. Шамасы ол диван соған арналған болу керек. Ал мен оның көздеріне қарай бердім. Қандай ерекше, еріксіз тартып барады. Әттең, ол мені көрмейтіні жүрегіме батты. Байғұс Бека ізімнен қанша жүгіріп, бар сезімін арнағанда, бұндай сезімді басымнан өткізген емеспін. Үйлері қанша кең болса да бір қызметші екен. Әке-шешесі басқа жақта тұра ма, әлде шетел асып қыдырып кеткен бе көрінбейді. Кең сарайда әзірге мүлгіген тыныштық. Кеш басалып жиынға біршама дөкейлер бас қосты. Әдеттегідей мінсіз қызмет етіп жүгіріп жүрмін. Бір қызығы Рашидтің бала күнгі досы бар екен. Олардың әкелер бизнесте серіктес. Сол кешке ол да келді, бірақ өте жылмақай, қызғұмар біреу. Көздеріме мені тесіп барады. Бір кезде Рашид бөлмесіне кетіп барады екен. Артынан досы да еріп маған қарап, сұлу қыз бізге ішетін сусын әкел деп көзін қысты. Үй қызметші дайындаған сусындарды Рашидтің бөлмесіне апарғаным сол еді. Әлгі досы: қарындас таныспадық па, көркіңе көз тоймайтын сұлу екенсің. Қайтарда маған айт, қалар ылап, қыдырып шығарып салайын деді. Жігіттермен қалай сөйлесуді білетінмен, рахмет, өзімнің де аяғым бар. Мен бұл жерде танысу үшін жүргенім жоқ. Ас болсын деп шығып кеттім де, сәл аялдап, ол бөлменің сыртынан тыңдадым. Маған алғаш рет сөз қайтарған қыз осы болар. Қалай болса да мына қызды пайдаланып, лақтырып кетем деп лепірді әлгі досы. Бұл сөзге Рашид: ол қыз саған ештеңе жасаған жоқ, ол қызда нең бар? Біреудің өмір саған ойыншық па? Басқа қыздардың жетіп жатыр ғой деді. Досы болса: ол қыздың сұлулығы ерекше екен, басқа қыздар секілді емес, мінезі де бар, бірақ менің бетімді қайтарғаны ұнамай қалды деді. Әрі қарай тыңдап тұруға уақытым болмай, аяғымды тез-тез басып қонақтар жаққа қарай келіп қызмет етіп жүрдім. Аман-есен ойдағыдай кеш жақсы дәрежеде өтіп, бастығым біздерге ақымызды төлеп, қайтарғалы жатқанда қайта шақырып алды. Қасындағы қыз екеуміз бір-бірімізге қорқа қарап, үйге қайта кіріп келеміз. Екеуміз де бірдеңені дұрыс жасамадық па деген ой. Ал мен әлгінде Рашидтің досына сөйлегенім үшін шақырып жатса, енді не болады деген қорқыныш бойымды билеп, бір сәт бәрінен айырылғандай болдым. Үйге кіргенде Рашид пен бастық диванда отыр екен. Қасына барған біздерге: бүгін ініме қызмет еткен қайсысың деді. Біттім, құрған жерім осы деп сөйлей алмай көзімде жасым дайын тұр. Қасындағы қыз: мен емес, Мақпал деді. Өзімді әзер жиып: кешіріңіз, артық сөйлеп қойыппын, кешіріңіз, енді қайталанбайды дедім жалынышты кейіппен. Бастығым түсінбей маған тесіле қарап: не бүлдірдің деді. Сол кезде сөзге Рашид қосылып: әлгінде досым бұл қызбен танысқысы келді. Бұл қыз танысудан бас тартты. Сонда бастық ағасы мырс етіп: түсінікті, жұмыста жүргенде артық қимыл жасамау керек. Жарайсың Мақпал, ертеңнен бастап ініме қызметші боласың. Киімдеріңді жиып, осында көшіп кел. Шыны керек, сол күнгі қуанышымда шек болмады. Қайта-қайта рахмет айтқанмен оқуым бар екені есіме түсті. Ағай, мен бұл жұмысты қатты жасағым келеді, бірақ оқуым қалай болар екен? Оны шешілді деп ойла. Бір звонок, ертең таңертең үйде болатын бол деген бастық бізді көлік жүргізушісіне қолмен ымдады. Дереу басын изеген көлік жүргізушісі бізді үйге дейін жеткізіп салып, маған таңғы сағат 7:00-де дайын отыруымды тағы ескертті. Үйге келгенмен киімдерімді жинап, таңда тұра алмай, түрлі қиялға батып, таң ата көзім ілініп кетіпті. Сағаттың шырылынан оянып, асығыс жуынып шайынып, қыздарға түсіндіріп, кетіп бара жатқанымды айтып қоштастым. Көлік жүргізушісі есік алдында күтіп тұр екен. Дереу мініп алған менде ерекше сезім. Енді ғашығымның жанында жүрем. Ешқандай жоспар құрмай-ақ, Алла мені сүйгеніме өзі-ақ жетелеп алып барады деген сөздерді іштей айта беріппін. Сөйтсем, Алланың да өз жоспары бар екен. Зәулім сарайға келген мені бастығым жеке бөлмесіне шақырды. Бір ғана шарт қоям: ініме еш уақытта ғашық болмайсың. Сен тек үй қызметшісі болмайсың, арасында жұмыстан шаршап келген менің жансыз қуыршағым боласың. Ақшадан таршылық көрмейсің. Келіспейтін болсаң, есік әне деді. Бұл сөзді естігенмен есім ауып қалды. Кезінде осыны ойладым. Тіпті бастықтың көңілдесі болу үшін Беканы жазықсыз соттатып жібергенде мен едім. Бастықтың айтқанына көнбесем, бәрінен айырылғалы тұрмын. Үнсіз басымды изеп келіскенім сол еді. 5-10 минутқа жетпей, аш қасқырдай болған әлгі бастығым қанша жылға абыройымды төге салды. Ал мен қарсыласа алмадым, өйткені келісіп тұрмын. Себебі Рашидке
қатты ғашық болдым, сол үшін де келістім. Ең болмаса қасында жүрсем, қалағаным бола жатар деген ойымның бәрі күл талқан болды. Ағасының жансыз қуыршағы болғанмен інісіне өлердей ғашық едім. Ал менің күндерім әттеңмен өтіп жатты. Әр әйелдің қойнында жатып, неше түрліні көріп тастаған ол маған да соны жасауды талап етті. Не деген жиіркенішті еді. Күндіз күлімдеп Рашидтің жанында жүрсем, түнім жылаумен өтті. Рашидке ғашық болған мен арымның лас болғанына енді өкініп жүрдім. Өйткені Рашид те мені сүйеді екен. Бірде ағасы іссапарға кеткенде үй қызметшісі ауырып сұранып кетті. Айтқанымдай, әке-шешесі неге бұл үйде тұрмайды екен десем, олар ажырасып кеткен, жеке зәулім үйлері бар екен. Үйде оңаша қалған екеуміз әбден көңіл көтердік. Бұл уақытта Рашидпен жақын дос ретінде араласып үлгерген едім. Сол түні Рашид маған сөз айтып, төсекте бірге болдық. Міне осылай екі оттың ортасында жүрген маған мынадай ой келді. Бір күні күйетінімді білсем де, Рашидке бұл жерден кетіп қалу ұсынысын айтып, оны ағасына айтпауын өтіндім. Мені сүйген ол менің дегеніммен жүрді. Демалыс сұрап ауылға бардым. Ауылға келгесін анама соқыр жігіт туралы айтқаным сол еді. Ол жігіттен басқа жан құрып қалды ма? Әй, 12 мүшесі сау еркек туылып жатыр ғой. Өлсем де сен қызды ол соқырға бермеймін деген анамның айқайына жылап, бөлмеме кетіп қалдым. Таңертең ерте тұрғанмен көп ойланбай әке-шешем жоқта қалаға тайып тұрдым. Соңғы рет жазған хатымда мені іздемеңдер, мен Рашидпен бірге болам деген сөз ғана болды. Рашидтің үйіне келсем, досы бар екен. Мені көріп көздері жайнап кетті. О, мына қыз қайдан жүр? Рашид, ол осы үйде қызметші әрі деп айта бергенде мен сөзге араласып, Рашид мырзаның жеке қызметшісі болам деп ғашығыма артық сөз айттырмауға тырыстым. Өйткені Рашидтің қыз екенімді білсе, ағасы мені қуып шығады. Оны Рашид те білетін. Сол күннен соң әлгі жылмақай досы жиі келгіштеп тиісіп жүрді. Бірде ол жігіт менің қолымнан ұстап, жуынатын бөлмеге сүйрей жөнелді. Үйде көп адам аса бола қоймайтын. Рашид мен және үй қызметші. Қарсыласқа менің аузымды басып, ол менен өткендегі кегін алмақшы. Рашид деп айғайлап үлгерген мені жұдырығымен бір ұрды. Даусымды естіген ғашығым ол бөлмеге жетіп келді. Есікті қағып, досының арам ойы жүзеге аспады. Ештеңеге өкінбеген досы, не болды? Мына қыздан есемді қайтарайын деп кедергі болдым деді. Ашуланған Рашид досын қатты itергенде унитазға құлаған, оның басынан қан кете бастады. Сепалап жүріп үстіне отырып алған Рашид оны одан ары ұрып жатты. Айқайлап жылағанмен Рашидтің ашуын тоқтата алмадым. Үй қызметшісі жүгіріп келіп, оған ағасына хабарласып, тып-тыныш үй абыр-сабыр болды. Емханаға жетпей досы көз жұмды. Өйткені басынан қатты соқ қалған. Миына қан құйылған ол қыршыннан қиылып, ана дүниеге кете барды. Бәрінен де сорақысы, бұл өлімді маған жауып, мен жазықсыз түрмеге түстім. Есімді жоғалтқанмен сүйіктімді қорғау үшін, оның мен үшін қиналғанын қаламай, бәріне келісе бердім. Сол үшін өте қатты өкінем. Оқиға болған сәтте Рашидті дереу басқа жақ алып кетті. Ол болса кетпеймін деген сөзін айқайлап айтып жатты. Досының өлгенінен де бейхабар. Ағасы мені жеке шақырып алып, бәрін мойнына аласың. Бұл жігітті сен өлтірдің. Осылай айтсаң, мен саған түсіңде көрмеген ақша берем. Ертең сотта ақша төлеп шығарып алам деді. Бұл оқиғадан әлі де есімді жиып үлгермеген мен келістім. Ол уақытта ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін ойлануға шамам жоқ. Солай қолыма кісен салып, 19 жасыма жетпей істі болдым. Рашидтің ағасына сенгенім тағы бар. Бұл жаңалықты естіген әке-шешемнің жағдайын айтып жеткізу қиын. Мені түрмеден құтқару үшін бәрін сатып, қарызға ақша алып ұсынғанның өзінде 9 жылға сотталып кете бардым. Бізді қайтыс болған жігіттің әке-шешесі өте беделді кісілер. Сотта мені 20 жылға істі болуыма біраз атсалысты. Алайда мені қорғаған адвокат менің 18 жасымда өзін қорғау мақсатында абайсыз өлім болғанын айтып 9 жылды әрең алып берді. Түрмеге түскен күнімнің өзі күн болмады. Ұлынан айырылған отбасы адам жалдап мені қинаумен болды. Ең ауыр алған соққым пышаққа түскенім. Сол бір 9 жылымды есіме алсам, ес ауған адамдай жылай берем. Бәрінен де Беканың жазықсыз сотталып кеткені жиі есіме түсіп, өзімнің де сол жағдайды өткізгенім Алланың маған берген жазасы болар. Әрбір жас қосқан сайын көрген қорлығым тағы бар. Өмірді түсінген мен ерте есейдім. Бәріне өзім
кінәлі екенімді ұқтым. Түрмеден шықсам, ойым ең бірінші Бекадан кешірім сұрау болды. Арада қанша жыл өтті, мен 27 жасқа толғанымда түрмеден шықтым. Жай ғана шықпай, ана болу мүмкіндігімнен айырылдым. Өлген жігіттің әкесі ақша беріп, мені түрмедегі күзетшілерге білгенін жасатты. Талай өлім аузынан аманап қалған тек Алладан кешірім сұрау болды. Бәрінен де Бекадан кешірім сұрауға үлгермегенім жүрегімді жаралап бітті. Әттең-ай, сол бір күн қайта айналып келсе, мен Бекамен бірге болар едім. Байғұс Бека түрмедегі азаптан бұл өмірмен қоштасқан екен. Түрмеден шыққаныма 2 жыл болды. Әке-шешемнің қасында болдым. Жасым келген сайын әке-шешем мен жеңгелерім менің тұрмыс құрғанымды, бақытты болғанымды қалайды. Ал менің ана бола алмайтынымды білмейді. Қанша қорлық көргенімді оларға әлі айтқаным жоқ. Жүректерін ауыртқым келмейді. Сіздерге тек айтарым, жазықсыз жанның наласына, көз жасына қалмаңыздар.